Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен орам жапырақтан дайындалатын өте оңай әрі дәмді, тез болатын голубцидың рецептісімен бөлісемін. Толық рецепті төменде описаниеда қалдырамын. Ең алдымен бізге капустаның өзі қажет. Бұл жолы мен 2 капустаны, яғни кішірек көлемде қолдандым. Видеода көріп тұрғаныңыздай, оның түбін осылай пышақпен кесіп шығамыз. Ең маңыздысы осы пышақты түбіне дейін, яғни соңына дейін былай кіргізіп кесу. Ал түбін міндетті түрде былай шығару маңызды емес. Осылай кесіп дайындап аламыз. Сосын қазанға немесе кастрюльге осы капустаның жарты белінен келетіндей етіп суды алып, оны қайнатып, осылай капустаны саламыз да, кішкене капустаны да қайнатамыз. Сонда осылай вилканың көмегімен әрбір жапырағын оңай ғана ажыратып аламыз. Яғни суға қайнаған кезде ол жұмсарады. Осылайша алыну оңай болады. Егер де алыну сәл қиындау болып жатса, тағы да қайнауға қалдырсаңыздар болады. Осылайша осы әдіспен орам жапырақты, осылай үлкен жапырақтарын соңына дейін осылай ажыратып аламыз. Осы біреуін бітірген соң, екіншісінде дәл осылай осы әдіспен барлық жапырақтарын ажыратып аламыз. Осылай қысқышпен ажыратылған жапырақтарды осылай тарелкеге алып аламыз, олар суи береді. Енді біз салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге бір пияз қажет. Оны осылай видеода көргеніңіздей 4 бүштілеп өте майда етіп турап алу қажет болады. Сосын тартылған етке осылай таза етіп жуылған күрішті саламыз. Оның үстіне жаңағы пиязымызды саламыз. Мен кішкене аз көп қостым. Оны сіздер қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, және кез келген өзіңіздің жақсы көретін бұрышыңызды немесе дәмдеушіңізді қоссаңыз болады. Сосын оны жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ болғандықтан осылай кішкене су қосса болады. Сонда салмамыз бір келкі болады, әдемі болады. Енді біз голубцимызды жинаймыз. Ол үшін әрбір жапырақтың осылай түбіндегі қаттылау жерін пышақпен алып тастаймыз. Видеода көрсетілгендей. Сосын осы үлкен жапырақтарды 2-ге бөлеміз. Бір ас қасық салмамызды алып, осылай жапырақтың көлеміне қарай салмасын аласыздар да, видеода көрсетілгендей осылай орап шығамыз. Бір жағын ғана осылай жауапса болады. Барлық жапырақтардан осы әдіспен, яғни орта жағындағы қатысын алып тастап, 2 ортасынан бөліп, салмамызды салып ораймыз. Осылайша біз барлық голубцимызды осылай орау арқылы дайындап аламыз.
Енді біз тамағымыздың тұздығына көшеміз. Ол үшін тағы да бір пияз қажет болады. Оны да осылай майдалап, 4-3-леп турап аламыз. Сосын үлкендеу бір сәбізді үккіштен өткіземіз. Яғни үккіштің үлкен жағынан өткізсеңіздер болады. Табамызды немесе қазанды отқа қойып, оған кішкене сұйық май құямыз. Сосын жаңағы пиязымызды саламыз да кішкене ғана қуырып аламыз. Оны міндетті түрде қызартып қуыру қажет емес, жай ғана 1-2 минут қуырамыз. Сосын оның үстіне сәбізді саламыз. Оны да қызартып қуырудың қажеті жоқ. Тек қана 1-2 минут осылай отта кішкене қуырып аламыз. Сосын оған осылай қасықпен немесе лопаткамызбен осы тұздығымызды жайып дайындап аламыз. Себебі қазір біз әрбір голубцымызды қойып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей бір-біріне жақын етіп, осылай тізіп қойып шықса болады. Голубцидың барлығын тізіп қойып жатқан кезде астындағы отын кішкене төмендетсеңіздер болады. Сонда осы қойып жатқан процесте ол уақытта сіздердің пияз сәбіздеріңіз күйіп кетпейтін болады. Мінекей, енді біз оған былайша айтқанда соусын дайындаймыз. Ол үшін 1 стакан суға дәміне қарай тұз және 1 ас қасық томатты салып, жақсылап араластырамыз, яғни томатты ерітеміз. Сосын оның үстіне 1 ас қасық қаймақ қосамыз. Майлылығы маңызды емес, жай ғана 1 ас қасық қаймақты салып, оны да араластырамыз. Осы соусымызды осылай голубцидың үстінен құйып шығамыз. Кейіннен қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнап шыққан соң, оның астындағы отын төмендетеміз де 40 минуттай бұқтырамыз. Осы уақыт аралығында негізінде голубцымыздың еті де, күріші де барлығы да пісіп шығу қажет. Жалпы біреуін де алып, кесіп көрсеңіздер болады, яғни тексерсеңіз де болады. Қалауыңызша бетіне аст-көк сепсеңіз болады, немесе тәрелкеге салып болған соң сепсеңіз болады. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызбен. Мінекей, біздің орам жапырақтан дайындалатын голубцымыз дайын. Өздеріңіз көргенде өте оңай әрі тез дайындалады. Ешқандай қиындығы жоқ. Ештеріңізге ұнайтыны сөзсіз, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе қазір свежий орам жапырақты сезоны. Және де бұл асты түскі ас немесе кешкі ас етіп дайындауға болады. Өте тойымды болып шығады. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Және де келесі видео рецепттерімді жібере алмау үшін менің каналыма тіркеліп, және де колокольчикті басып қойсаңыздар болады.